Hey guys, how are you doing? Кезекті сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен кәдімгі күндегідей оятып үйренеміз. Оян, сабақ, жұмысқа барасың, таңғы асқа не әзірлейін деген сияқты сөздерді, сөйлемдерді ағылшын тілінде айтып үйренетін боламыз. Let's start. Good morning. Wake up. Қайырлы таң, оян, Wake up, ояну. Get up, тұру. Ал wake up, ояну. 5 more minutes. Тағы 5 минут дейді. 5 more minutes, еще 5 минут. No, it's already 7. No, it's already 7. Жоқ, уже сағат 7. Уже сағат 7. Already деген уже. 7 болды, иә? Really? I feel so tired. Шынымен ба? Really? Реально. Я feel, чувствую. So, так, сондай, tired, шаршаңқы. Мен сондай шаршаңқы болып тұрмын дейді. You have work today, remember? Oh, right. I forgot. Айтамыз ғой, бүгін сенде жұмыс бар, есіңде ма? Деп тура сол сөйлем. You, сенде, have, бар, work, жұмыс, today, бүгін. Remember, есіңде ма? You have work today, remember. All right, I forgot. Я шынымен де, forgot деген сөз, я забыл, ұмытып кетіппін, өткен шақта, жазып алыңыздар. Forgot. Forget дегеніміз қазіргі шақтағы, forget, забыть, өткен шағы, бұрыс етістіктің өткен шағы forgot болады. Я часто забываю деп айтсақ, I forget, I forget. Present simple'да өткен шақта I forgot, я забыл, ұмытып кетіппін. Come on, get up and take a shower. Come on, кеттік деп, кеттік. Get up, тұр да, бағана wake up деген жазбаға, wake up, оян, ал енді get up, орнынан тұру, get up, тұр, and take a shower, душ қабылдап ал дейді. Get up and take a shower. Take a shower. Yeah, good. Come on, get up and take a shower. Okay. I'm getting up. Жақсы, деймін, I'm getting up. Тұрып жатырмын. Present continuous. В данный момент, вот мен тұрып жатырмын дейді. I made coffee for you. I made. Made. Киімдердің сыртында тұрады, made in China деп, Қытайда жасалған деген. Made, жасалған. Ал оның қазіргі шағы make жасау. Make'тің өткен шағы made. Мен күнде жасаймын кофе десем, I make coffee. Всегда жасалатын, ол present simple'да, күнде қайталанатын іс әрекетке қазіргі шақты қоямыз. А если мен кофе жасадым, жасап қойдым сен үшін кофе деп айтып тұр уже, өткен шақта, I made coffee for you деп айтамыз. For для тебя, for you для тебя, сен үшін. You're the best. You are the best. You, ты, сен, сыпайы түрде сіз. You'дан кейін біз әрдайым are-ны қоямыз. You are. You are. Ты. You are. Самая лучшая дейді. The best. Good. Хороший. А если ең күшті деп күшейтпелі шырайта the қоямыз. The best. Ты самая лучшая дейді. Thank you. Рахмет. Окей, guys, осымен сабағымыз бітті. Жаңа сөздерді жазып алыңыздар, сөйлеммен жазыңыздар, және де осы диалогты қазір жіберем. Көп қайталап тыңдай беріңіздер. Бір диалогты кемінде 4-5 рет қайталаңыздар. Қайталап біткеннен шынайы өмірде қолданыңыздар. Ертең барып әпкелеріңізді, жақындарыңызды оятыңыздар. Wake up,
I made coffee for you деп, иә. You have work today деп, осылай сабағың бар деп ағылшын тілінде айту керек. Яғни бұл теория жүзіндегі дүниені миыңызға сіңдіресіз, миыңыздан кәдімгідей сөйлесіңіз, я болмаса өзіңіз сөйлеңіз. Сонда ғана ағылшын тілін үйренесіз. Практика жасау үшін сөйлеу керек. Окей, guys, келесі сабақта кездескенше, see ya. Good luck, удачи вам.